саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Избасарова Жанат Мұқтыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыз информатика пәні. Сабақтың тақырыбы машиналық оқыту принциптері, нейрондық желілер. Сабақтың мақсаты студенттерге машиналық оқыту принциптерін және нейрондық желілер ұғымын түсіндіру. Машиналық оқыту дегеніміз не? Машиналық оқыту бұл жасанды интеллект әдістерінің класы. Оның сипаттамасы мәселені тікелей шешу емес, көптеген ұқсас мәселелерге шешім қолдану процесінде жаттығу болып табылады. Мұндай әдістерді құру үшін математикалық статистика, сандық әдістер, оңтайландыру әдістері, ықтималдылық теориясы, графтар теориясы, сандық түрде мәліметтермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістері қолданылады. Машиналық оқыту күнделікті біздің өмірімізде көптеген қолданыстарға ие болуда. Оның қолданылуының кеңдігіне байланысты IT технологияда маңызды орын алады. Машиналық оқыту жасанды интеллекттің бір саласы болып саналады. Оның негізгі идеясы компьютерде алдын ала жазылған алгоритмді қолданумен ғана шектеліп қоймай, мәселені өздігімен шешуді үйрену. Кез келген жұмыс машиналық оқыту технологиясын шартты түрде қолжетімділікке байланысты 3 деңгейдің біреуіне тағайындалуы мүмкін. Бірінші деңгей бұл Google немесе IBM деңгейіндегі әртүрлі технологиялық алыптар үшін қолжетімді болған кезде. Екінші деңгей белгілі бір білімі бар студент оны қолдана алатын кезде. Үшінші деңгей бұл тіпті ата-әжелер оны басқара алатын кез. Қазір машиналық оқыту екінші және үшінші деңгейлерін түйіскен жерінде. Осы технологияның көмегімен әлемнің өзгеру қарқыны күн сайын артып келеді. Нейрондық желілер бұл адамның жүйке жүйесін қайталауға тырысуға негізделген жасанды интеллект саласындағы бағыттың бірі. Нейронды желілер бір-бірімен синапстар арқылы біріктірілген нейрондардың белгілі бір тізбегі. Синапс нейрондардың түйісетін жердегі орны, сигналдарды өткізеді және оларды өңдеп өзгертіп отырады. Синапс нейрондар арасындағы байланыс. Олардың әрқайсысы өз кіріс салмағының дәрежесіне ие. Нейронды желі адам миының әрекеті принципіне негізделген, бірақ оның аналогы болмайтын программа. Нейронды желі нейрондар байланысынан тұрады. Олардың әрқайсысы ақпаратты қабылдап, оны өңдеп келесі нейронға береді. Әрбір нейрон сигналды бірдей өңдейді. Синапстар нейрондарды бір-бірімен байланыстырады. Бір нейрон бірнеше синапстан тұруы мүмкін. Олар сигналдарды күшейтіп, немесе бәсеңдетіп тұрады. Жасанды нейронды желі күрделі деректерді талдайтын, адам миын имитациялайтын және аппараттық және программалық тұрғыдан іске асыруға қабілетті математикалық модель. Биологиялық нейрон басқа нейрондармен қолжетімді байланыс арқылы барлық нейронды желі бойынша электрохимиялық импульсті беру негізгі міндеттердің бірі болатын арнайы жасуша. Нейронды желі түрлері. Бір қабатты нейронды желі. Нейрондар байланысының бұл құрылымында кіріс ақпараттар бірінші нейрондар қабатынан кейін бірден ақырғы нәтиже шығарылатын қабатқа беріледі. Екінші түрі көп қабатты нейронды желі. Нейронды желілердің бұл түрі кіріс және шығыс қабаттардан бөлек аралық қабаттардан тұрады. Нейрон ақпаратты тасымалдау бағытына қарай мына топтарға жүктеледі. Тікелей тасымалдайтын немесе бір бағытты желілер. Бұл түрінде сигнал тек қана кіріс қабаттан шығыс қабатқа қарай қозғалады. Сигналдың қозғалысы кері бағытта жүруі мүмкін емес.
Екінші тобы кері байланысы бар немесе рекуррентті желілер. Мұндай құрылымдағы желілер сигналды тік бір бағытта ғана емес, сонымен қатар кері бағытта да қозғалуына мүмкіндік береді. Нейрондар типіне қарай мына топтарға жіктеледі: бір текті және гибридті. Машиналық оқыту міндеттері мына түрлерге бөлінеді: оқытушы мен оқыту. Бір нәрсені болжауға, шешім шығаруға көмектесетін мәлімет болады. Оқытушысыз оқыту тек белгілі бар мәліметтер бойынша қасиеттерді анықтау. Құрметті білім алушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан көптеген қызықты мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын.